Қанның қоюлануы қандай қауіп тудырады? Сәлем, алдыңызда пайдалы кеңес арнасы. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ауырып жүрген адамның жағдайын сұрадыңыз ба? Олардың басым көпшілігі қаным қоюланып кетіпті деп бастайды алғашқы әңгімесін. Соның салдарынан түрлі дерт дендеп бара жатқанын айтады. Қанның адам ағзасында қандай қызмет атқаратыны бәріне белгілі. Қан қоюланғанда бойыңыз әлсіздік билейді, басыңыз жиі ауырады, ұйқысыздық мазалайды, басыңыз айналады, ұйқыдан шаршап тұрасыз, ауа жетпей көзіңіз қарауытатын болады және денеңіз тоңады. Міне осы белгілер қанның қоюланғанын білдіреді. Уақыт жоғалтпай біз ұсынған халық емінің көмегіне жүгініңіз дегім келеді. Қанды сұйылтуға талдың қабығынан дайындалған тұнба, түйежоңышқа тұнбасы, талшын тұнбасы, жалбыз тұнбасы және лимон қосылған күреңгүт шайы, қызыл шарап, көк шай сізге көмектеседі. Көк шай қанды сұйылтып тазалайтын қасиетке ие. Оның құрамындағы катехин, холестерин деңгейін реттеп, клеткаларды жасартса, иілік заттар қанның сапасыз түйіршіктерін өлтіреді. Ал дәру жасушаның жаңаруына ықпал етеді. Қанды сұйылту үшін зімбір, яғни имбир қосылған көк шай ішкен пайдалы. Оны дайындау үшін зімбірді тазалап, майдалап, кесектеп турайсыз, үстіне су құйып отқа қоясыз. Бірнеше минут қайнаған соң сұйықтықты сүзіп алып, көк шай саласыз. Емдік шайды 15-20 минуттай тұндырып қою керек. Шайды күніне 2-3 рет қайталап демдеп ішсеңіз, бойыңызды билеген ауыртпалықтан арыласыз. Табиғи шырын. Қанды сұйылтатын керемет емдік сусын. Оның құрамында су, дәрумендер мен микроэлементтер болады. Аурудың алдын алу үшін күніне 1 стакан табиғи таза шырын ішіңіз. Әсіресе ананас, апельсин, сәбіз, анар, таңқурай, құлпынай, лимон, жүзім, алма сияқты жеміс-жидектердің шырынын көбірек ішуге кеңес беремін. Зығыр майы К, В, А, Е дәрумендеріне және жартылай қанықпаған майға бай. Майдың көмегімен қан тазаланады, сұйылады, ұйымайды, әрі жүрек қан тамырлар жүйесінің ауруларын алдын алады. Ол үшін күнде аш қарынға 1 ас қасық зығыр майын ішесіз. Егер жүрегіңіз айнып мазасызсаңыз, онда майды тамақтанып алған соң ішуге болады. Алма сірке суы қанды сұйылтып, ағзаны улы заттан тазартады. Ол үшін күнде таңертең аш қарынға ішу керек. Емдік сұйықтықты дайындау үшін 2 ас қасық алма сірке суды 1 стакан қайнатылған жылы суға араластырамыз. Емделу 2 ай 10 күн үзіліссіз жасап, қайта жалғастырыңыз. Осылайша 3-4 емнен соң ойлаған нәтижеге қол жеткізесіз. Салып тыңдағандарыңызға рахмет. Менің кеңесім сіздің пайдаңызға жарап жатқан болса, мен қуаныштымын. Келесі кездескенше.